Ассалаумалейкум, Бұртсас қазағайым. Мынау байхана. Өшеге пешеход керек дедім ғой, пешеход. Жаяу жүргінші жол. Міне тракторлар дайындалып жатыр. Жұмысқа қараңғы. Түн көрінбейді, бірақ көрініп тұр жайлап. Бұлар 3 машина тұрмын, жеңіл машина. Знаете, өздерінің адамдары бар. Қалай қазу керек, оны біледі. Оны біле тұра, енді кейбір азаматтар жүрші дейді да. Мен түсірмей кетпеймін. Қаңтардың бейсі мына жерге мына пешеход керек еді. Жапырық ауылы, жапырыққа шығатын. Мына жерде Сушняк деген бар. Наубайхана бар. Солай айтайын дегенім, қараңғы болса да айтайын. Атырау ұлттық құрамасы қазу жұмыстары жүріп жатыр. Әрбір салаға араласу болмайды ғой, мысалы. Тағы бірдемеге, мысалы. Тик-токты түсіндіріп кетейсіз. Тик-ток сияқты мен тик-токқа ғана дейсіз ғой біреулер. Ойлап қараңыздар. Қарап тик-токқа дейсіз біреулер. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты әрбір мамаңа тик-токқа ғана балағаттайды, мұқтайды. Сол сияқты ғой. Бұл жақында көрсету керек. Бұл 3 адам машинасы тұр бәрі. Свет, жарық бар. Мен түсірем, айтам. Бірақ халық қолдаса да ертең күні жақты ғой. Мына свет жанбай тұрды ғой. Мысалы, ертең күні жақты мен айтқан күні мысалы. Былай қарағанда оқымайды емес, оқиды. Үкімет оқиды. Наразылығымыз жоқ үкіметке. Шаруа жасап жатыр. Әкім жасап жатыр. Ават Жаңалиев, Абдрахман, Нұрабек, тағым бар. Аттарым ұтқан мен. Жұмыс жасап жатыр. Жұмыс жасамаса болмайды ғой, жасап жатыр. Жақсы, неге салам қазір? Фейсбукқа, тик-токқа сала алмайым. Тик-токқа жарнама сала алмайым. Мен нөмірім жауып қалғасын. Тик-ток жабық. Алдабай амантта. Келем заман жүзіп өтсіш болсын. Міне біздің ауылымыз осында. Тракторлер жұмысқа кетіп жатыр. Сағат 8:15. Жемін қазылғандар. Жарықта көрсету керек болсын жерде. Жарықсыз көрінбейді. Жақсы қазылып жатыр. Жалпы. Бастама жақсы.